Сәлем достар, қалайсыздар? Қазіргі таңда Pinduoduo сайтындағы официальный карголар жаңа пост, бипост деген ішіндегі бис каргомен заказ беру мүмкін емес деп тұр. Бұл проблема жақында пайда болды, бірақ олар бұл проблеманы жақында шешімін табады деген үміттеміз. Егер осы карголар сізде таңдалып тұрса, осы карголармен заказ беру мүмкін емес деп жазылып тұр. Сол үшін қазір біз Pinduoduo сайтының неофициальный каргоны Pinduoduo сайтына адрес толтырып енгізетін боламыз. Осындай неофициальный каргомен заказ беретін болсаңыз, оларда ондай қазір проблема болып жатқан жоқ. Тек Pinduoduo сайтының сол официальный карголарында ғана проблема болып жатыр қазіргі таңда. Қазір біз Ерай 567 каргосының Қытайдағы складының адресін Pinduoduo сайтына толтыратын боламыз. Ерай 567 деген каргоның Қазақстанда көптеген қалаларында филиалдары бар. Бұрыннан жасап келе жатқан карго. Мен осы каргомен заказ беріп жүрмін. Товарымды уақытылы әкеліп жатыр, бір товарында жоғалып көрген жоқ. Достар, осы видеоны соңына дейін қарап, видеоға лайк басып, менің осы YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің осы YouTube каналымда Қытай сайттарына байланысты пайдалы тегін ақпарат көп. Достар, ең алдымен біз Ерай 567 каргосына сайт слежкасына номерімізбен регистрация жасап аламыз. Осы сайт слежкаға ссылканы мен осы видеоның астына описаниеге қалдырып жазып кетемін. Сол жерден кірсеңіз де болады, немесе осы Ерай 567 каргосының менеджеріне жазсаңыз, сізге осы ссылкаларын жібереді. Регистрация жасап болған соң, сол менеджер сізге каргоға доступ береді. Осы Ерай каргосының менеджерінің номерін қазір видеоның соңында сізге беремін, немесе осы видеоның астына описаниеге де қалдырып кетемін. Бірінші видеоны қарап түсініп алыңыздар, сосын менеджерге жазсаңыз болады, доступ бер деп. Ең алдымен осы сайт слежкаға кіреміз де регистрация жасаймыз. Мына астындағы регистрация дегенге кіріп, осының бәрін толтырамыз. Біріншісіне телефон номерімізді жазамыз, екіншісіне ойдан пароль ойлап табамыз, ұмытпайтындай бір жерге жазып қойыңыздар. Үшіншісіне ағылшынша атымызды жазып шығамыз. Мына төртіншісіне ағылшынша фамилиямызды жазамыз. Мына соңғы бесіншісіне ағылшынша әркім өзінің қаласын жазады. Сосын мына жерге птичка қоямыз. Болды, мына регистрация дегенді басамыз. Мына сохранить учетные данные дегенге өзіңіз білесіз, қайсысын бассаңыз да. Енді достар, мына перейти дегенге басқанда жаңағы менеджердің WhatsApp номеріне түсесіз. Сосын сізге доступ береді. Ал егер жаңағы перейти деген батырма басылмай WhatsApp номеріне түсе алмай жатсаңыз, онда осы сайт слежкасына қайттан кіріп, мына жерде жаңағы регистрация жасаған номеріңізді, пароліңізді теріп кіресіз. Осы бетін скрин жасайсыз да, Ерай каргосының доступ беретін менеджеріне жібересіз. Маған регистрациядан кейін доступты сразу ашты. Доступ берген кезде осындай болып ашылады. Енді достар, мына жоғарыдағы үш сызықты басамыз да, мына жерде үлгісі тұр, дәл осындай қылып Pinduoduo сайтына Ерай каргосының Қытайдағы складының адресін толтырамыз. Мынау Қытайдағы складтың адресі. Осы копировать дегенді басып, копировать етіп аламыз. Pinduoduo сайтына кіріп, мына профиль бетіне өтеміз. Мына жерде жоғарыда номеріміздің астында геолокацияның белгісі бар, соған басамыз. Осылай ашылады. Мына үстіндегі қызыл добавление адреса деген қызыл батырманы баспайсыз. Оның астындағы мына добавить адрес доставки в Китай деген осы батырманы басамыз. Достар, кейде бұл жерде 3 батырма тұруы мүмкін. Егерде 3 батырма тұрса, онда Google переводчик арқылы аударып қараңыз. Добавить адрес доставки в Китай деп тұру керек, сол батырманы басасыз. Қазір осы екінші астындағы батырманы басамыз. Менде қазір автоматым сразу осылай толтырылып шықты. Кейде осының алдында екі батырма шығуы мүмкін. Разрешить вставку, не разрешать вставку деген. Егер осылай шығып жатса, осыны Google переводчик арқылы аударып, соның разрешить вставку деген батырмасын таңдайсыз. Орындары ауысып отырады. Сосын осылай автоматын толтырылады. Қазір мына біріншісіне ағылшынша дәл осылай Ерай 567 деп жазамыз да, әркім өзінің қаласын жазады қасына. Содан кейін мына төртінші жолға астына қайталап жазамыз. Ерай 567 деп, жаңағыдай әркім өзінің қаласын жазады. Сосын әркім өзінің сотовый номерін жазады. Сосын әркім өзінің атын жазады. Мінеки болды. Енді мына қызыл батырманы басып, сохранить етеміз. Осылай адресіміз сақталады. Адресімізді толтырып болдық. Достар, мынау осы Ерай каргосына доступ беретін менеджердің номері, жазып алыңыздар. Сосын каргоға доступ аларда менеджерден сұрап алыңыз. Сіздің қалаға немесе район ауылыңызға жақын жерде осы каргоның филиалы бар ма деп. Достар, сосын тағы бір маңызды айтып кететін жайт, ол осы каргоның басты телеграм каналына тіркеліп алыңыздар міндетті түрде. Себебі каргоның Қытайдағы складының адресі ауысып кетіп жатса,
олар сол басты телеграм каналында хабарлап отырады. Новый складқа ауысып жатқан жағдайда новый склад адресін жазады. Егер Қытайдағы складтың адресі ауысып кетіп, сіз білмей ескі адреске заказ беріп қойсаңыз, товарыңызды таба алмай қаласыз, жоғалып кетеді. Сондай жағдай болмас үшін каргоның басты телеграм каналына тіркеліп алыңыздар. Мынау осы Ерай каргосының менеджері. Соған жазсаңыз, сізге сайт/ға регистрация жасау үшін ссылкасын жібереді. Сіз жаңағыдай видеодағыдай регистрация жасап, менеджерге жазасыз. Сізге доступ ашады каргоға, сосын Pinduoduo'ға Қытайдағы каргоның адресін тіркейсіз. Осы менеджер сізге басты телеграм каналға ссылканы да береді. Маған да осылай ссылкаларын жіберді. Осы телеграм каналына тіркеліп алыңыздар. Достар, сосын жаңағы сайт/ға регистрация жасадық қой. Енді сол сайт/ның ссылкасын іздеп жүрмеу үшін біз қазір сол сайт/ны телефонымыздың экранының бетіне приложение етіп шығарып қоямыз. Кірген кезде сол приложенияға кіреміз. Бірінші осы сайт/мызға кіреміз. Жаңағы регистрация жасаған номерімізді, паролімізді теріп кіреміз. Жоғарыда осындай загрузить деген батырма бар, стрелканың белгісі бар, осыны басамыз. Сосын мына установить дегенді басамыз. Қазір бізге приложение қылып экран бетіне шығарып береді. Мінекей достар, болды, телефонымыздың экран бетіне приложение қылып шығарып берді. Осылай приложение қылып шығарып алсаңыз удобно, сайт/ны іздеп жүрмейсіз. Осы приложениеге кіреміз де енді Pinduoduo'мен заказ берген товарымыздың трек номерін копировать етіп алып, мына плюсты басып, осында тіркеп қоясыз да, осында бақылап отырасыз товардың қайда келгенін. Достар, егер де сіз Pinduoduo сайтын әлі дұрыс үйренбеген болсаңыз, менің осы YouTube каналында Pinduoduo сайтының толық сабағы бар. Осы YouTube каналға өтіп қарасаңыз болады. Мына видео бөліміне өткенде осы жерде Pinduoduo сайтына байланысты тегін сабақтар бар. Достар, осы жерде төменге қарай түсе бергенде Pinduoduo сайтының басынан аяғына дейін толық тегін сабағы бар.